Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздер қызықты мәліметтер арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге әлемдегі ең мықты футболшы жайлы айтатын боламын. Егер де бұл мәліметтер білгіңіз келсе, арнадан алыстамаңыздар. Әлемдегі ең үздік, яғни ең мықты футболшы Роналду де Ассис Моэра, яғни бразилиялық азамат, яғни Рональдино қазіргі таңда футболмен айналыспайды. Бірақ та 1995 пен 2000 жылдар аралығында футбол тарихына із қалдыратын жаңартты десек те болады. Қазіргі таңда ең мықты футболист Месси мен Роналду шығар, бірақ та Рональдино футбол тарихын жаңартып кеткен. Оған сіздерге біз 5 себебін айтатын боламыз. Оның бірінші себебі футболға деген, яғни допқа деген сезімталдығы. Оны осы видеодан көре аласыз. Рональдиноның әлемдегі ең мықты, яғни ең үздік футболист екеніне екінші себеп Каро Девлинка дегеніміз қақпадағы өзінің көздеген жеріне дәл тигізу, дәл көздік. Осы видеоны ары қарай көрсеңіз, Каро Девлинка деген не екенін түсіне аласыз. Оның үшінші себебі Лондонда өткен Челси мен Барселона арасындағы тартысты әрі әсерлі кездесу болатын. Челси командасының жанкүйерлері, яғни англиялықтар, Барселона командасын өз алаңында күтіп алды. Бұл ойын футбол тарихында сақталды десек те болады. Бұл ойында Рональдино өзінің допқа деген шеберлігін көрсетті. Әсіресе ауада ойнатқан добы Челси жанкүйерлерінің ұтылуына себепкер болды. Және оның тыққан екі голдың авторы атанды. Әсіресе екінші голы мастер навигация, яғни мастер движение атағын алды. Бұл голға вратарь өзінің қошеметін білдірді. Төртінші себебі Реал мен Барселона арасындағы Испанияда өткен Эль Класико болатын. Бұл ойында сары карточкалар мен ерегістер көп болды. Бірақ та 2005 жылғы болған Рональдино мен Роналду арасындағы бұл ойын Рональдиноның екі голдың авторы, яғни дубль жасауымен аяқталды. Бұл екі гол қақпашының қағуына мүмкіндік бермеді. Және де осы тығылған екі голға Реалдың жанкүйерлері, яғни өзінің фанаттары өз қошеметтерін білдірді. Рональдино допқа деген шеберлігімен өз еліне, яғни Бразилия еліне шабуылшы болып алынды. Осымен біз сіздерге 5-ші себебін айтатын боламыз, яғни нереальный штрафной удар. Бұл гол Бразилия мен Англия арасында тығылды. Рональдино қақпашының қателігін біліп, 42 метрлік жерде таң қаларлықтай гол тықты. Бұл голды өзіңіз осы видеодан көрсеңіз болады. Сіздермен бірге болған қызықты мәліметтер арнасы. Арнаға лайк басып, пікір қалдырыңыз. Біз сіздерге осындай видео түсіруді жалғастырамыз. Арнаға лайк басуды ұмытпаңыз.